ачы бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Бийлегиле жаштар ай бийлегиле, шапар деп шаттанып жыры кагыла, бириңен бириң калышпай бийлегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, бубул болуп барыңар сайрагыла, таза чертип комузду шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоко кошулуп ойноп кеткиле, көңүл ачып бардайым бирге жүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү, мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Кадырлы меймандар, шумкары чейип асманды, толпары чейип таштарды, кылын баскан кыргыздар тойго чачкан акчаны, бүгүн мына эки жаштын тою бириктирип тууган урук баштарды, кабак тийбей көтөрүңүз каштарды, кол чаап коштоп коюуга уруксат, Али Султан жана Гулизанын үйлөнүү тою башталды. Кадырлы замандаштар, бүгүнкү күндүн себепкери болгон Али Султан инибиз өзүнүн жеке концертин берип, кыргыз жергесинде аттын ашкасындай болуп таанымал болуп бара жаткан биздин өзүбүздүн уулубуз, өзүбүздүн кулунубуз, өзүбүздүн сүйүктүү инибиз. Кадырлы коноктор, эки жаштын бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюна чачтарды тургузуп, айымдар каштарды жолгозуп, машинени жүргүзүп, Чыңгызхан ресторанына жалпыңыздар кош келипсиздер. Кадырлы замандаштар, бир аз убакытка ордубуздан козголуп, ордубуздан туралы, эки жашка көңүлүбүздү буралы, алакандуу катуу уралы, бүгүнкү күндүн себепкери болгон Али Султан жана Гулизаны, заманыбыздын мыкты ырчысы Динара Тилекееванын жар-жары жана ошондой эле биздин Жалал Абад шаарындагы алдыңкы бий топторунун коштоосунда айбей бийчилер тобу менен ортого чакырып алалы. Kol çalalı car car, car car aytır yaşlarga, kol sunalı car car, al elinin ensegin, günü geldi car car, aşık bolup en car, suyu geldi car car, al elinin ensegin, günü geldi car car, aşık bolup en car, suyu geldi car car. Car car aytır alındı, sandaki o car car, gelecek
жаштары карашыпмы жар жар ак денени сыйласаң бактанасың жар жар кауым баласы шаттанасың жар жар ак денени сыйласаң бактанасың жар жар кауым баласы шаттанасың жар жар перзенттериң көп болуп сыйласың жар жар эрегеңди кадырлап күчтөнсүң жар жар ушуну шам менен көккөрөлү жар жар жаратканды менин көккөрөлү жар жар ушуну шам менен көккөрөлү жар жар жаратканды менин көккөрөлү жар жар жаратканды менин көккөрөлү жар 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 Динара Телекеева, Айвен бейшілер тобы. Қадыр қонақтар орын алыңыздар, дастархан шеруге шақырамын. Туғандар орындықтардан орын алып алсаңыздар, жас балалар жаныңызға тартып алабыз. Қадірлі замандаштар, бүгінгі күнде себепкер болған Али Сұлтан мырза бойдық кезде қалағандай ары бері бас жөле, ақшасын қалағандай ары бері чаш жөле. Бүгінден баштап Али Сұлтан башыңа жүгөн салынып, баяғыдай бас албай, екі жаққа қаша албай, қоншуы жерге қоныпсың. Бүгін Қарамарттан қыз алып, жақсы жерге күйе бала болыпсың. Ошондуктан айтарым, ойлогон оюң бүт болсын, мақсатың сенен түз болсын. Бүгүндөн баштап чөнтөгүңдө эсептер жаңы Гулиза аттуу бухгалтерим кут болсын. Анан Али Сұлтан күйөөмүн деп гүрүлдөп күндө келип бакырбай күйө турган күйөө бол. Түбөлүккө жарымды сүйө турган күйөө бол. Жандап басып жанында жыргай турган күйөө бол. Эң негизгиси айтарым, кайын журтка, карамарттыктарга жага турган күйөө бол. Эки жаш, экөөң бирдей тең жаша, алганым аман болсын деп жаша. Ханыша болса Гулизаң хан болайын деп жаша. Кымыз болса Гулизаң бал болайын деп жаша. Дене болса Гулизаң хан болайын деп жаша. Анан бал пайган кемпир болгондо чал болайын деп жаша. Гулизайым, жөтөлүп калса Али Сұлтан жөлөй турган келин бол. Жыл сайын төрөтканага жөнөй турган келин бол. Бол экинчи төрөбөйм дебей турган келин бол. Көлөкөдөн да кызганып кайтарбай турган келин бол. Эң негизгиси айтарым, Али Сұлтандын чөнтөгүн аңтарбай турган келин бол. Кадырлуу коноктор, өзгөчө дүркүрөгөн кол чабуулуңуздар менен эки жашты дастархан четине чакыралы. Төрдөн орун алыңыздар, эки жаш. Орун алыңыздар замандаштар. Кош келдиңиздер, ардактуу коноктор менен кайраттуу коноктор. Кош келдиңиздер, эч нерседен капары жок салмактуу коноктор. Кош келдиңиздер, ыйылуу коноктор менен чырлуу коноктор. Таарынган коноктор менен сыйлуу коноктор. Кош келдиңиздер, ушул тойго келе жатып урушуп келген коноктор. Бир нерсени жактырбай тырышып келген коноктор. Адамдын нервине тиип, баласы менен келген коноктор. Бактылы доорду сүрүп чалы менен келген коноктор. Шириндик жакшы болот деп балы менен келген коноктор. Кудай кошкон жары менен келген коноктор. Жары жок болсо дагы убактылуу тары менен келген коноктор. Эки жаштын тоюна кош келипсиздер. Кадырлуу замандаштар, тоюбуздун босогосун ачалы. Ортого чакырайын. Кыргыз Республикасынын экономикасына эмгек сиңирген экономисти, экономика илимдеринин кандидаты, бүгүнкү күндө себепкер болгон Али Сұлтан мырзанын абасы Кылычбек Супатаевди жана ошондой эле келинибиз Гулиза айымдын абасы, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Назаров Айтмамат Кошоевичти ортого чакырып алалы. Келиңиздер. Эки жаш ордубуздан козголуп
Hoş gelipsizler. Toy kutlu olsun. Bizde daima Kudamı sığırlap kelgen oşoндуктан men birinci sözdü aytmamak bolsun. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу эже карындаштар, урматтуу ушу бүгүнкү ак тойгондун күбөлөрү. Туз насып экен, мына бүгүн жакшынакай ак тойдо жолугуп отурабыз. Мындан туура 1 жыл мурун ушул шайлоонун шарапаты менен ушу мен күйөө баламы таанышып, ушу 2 жаштын бүгүнкү күндөгү тоюна башкы себепкермин десем жаңылышпайм. Ошол менин артыман таанышып, өкөй тил табышып, Али Султан мени жогорку кеңешке шайлап, мунаге шайлап койдум, эми карындашыңызды бересиз дегенде, жок дей албастан бүгүнкү күндө мына ушул тойго келип отурабыз. Эми Ақтоқ, Карамарт эли биз жат эл эмеспиз. Биз бир тууган, бир эл, бир журтпуз. Биздин чоң энебиз Жети Кошкондун кызы болчу. Ошол бизге чоң энебиз келин болуп келгенде биздин уругубуз алыстап кетпесин, биздин каттамыбыз алыстабасын деп менин Кыргызбай тагам менен Абсамат акамды дос кылган экен. Андан кийинки салттуулап менин атам агы сөйөк жаңыртып коелу, ага алыстабайлы деп Мусакан тагамдын кызын келин кылып алган экен. Бүгүн дагы мына сөйөк жаңыртып дагы куда болуп отурабыз. Кудалар кудалык бек болсун, 1000 жылдык куда бололу. Ылайым ушу 2 жаш бактылуу болсун. Ылайым ушу 2 жаштын жакшылыгына күбө бололу. Мындан буга чейин биз бир эл болсок, мындан дагы жакындаткан, мындан дагы кудасы, мындан дагы тууган урук болгон жакшынакай ынтымактуу эл бололу. Ушул 2 жаштын ар дайым жакшылыгына күбө бололу. Балалуу чакалуу болсун, өнүп өссүн. Ушу мага окшоп менин жолумду жолдоп, элге таанымал болгон жакшынакай үй-бүлөлөрдөн болсун. Бардыгыңыздар ак тойго куш келипсиздер. Рахмат. Урматтуу туугандар, урматтуу кудалар, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай биздин туугандарда аябай чоң кубаныч. Биздин туугандарга дагы бир үй-бүлө кошулуп, биз кубанычыбыз койнубузга батпай турган учур. Эми эң негизги бүгүнкү максат ушул сиздерди чакырып, чөй-чөп чай берип, ушул 2 балага сиздердин ак батаңыздарды алып берип, ушулардын турмуштук жолун ачып коюу маселеси. Эми алдын ала айтып коеюн. Ушул алтындай болгон кызын эрезеге жеткизип, чоңойтуп, анан бизге келин кылып берип отурган кудаларга ыраазычылык билгизип, кулдугубуз бар деп айтып коюуга уруксат этесиздер. Biz men bu жерде bir нерсени айтып кетким келет. Biz мындан 5-6 ай мурда кудалап барганыбызда элибиздин чоң энеси Толгон эжебиз айттылар. Шо мен билем атаңар, апаңар элге сыйлуу, кадырман адамдардан болгон. Мен аларды көргөнмүн, чайын ичкенмин. Ошондуктан мен силерди куда болгонго ушул өзүмдүн ак ниет тилегимди билгиздим деп айткан. Мен аябай ошондо кубанганмын. Бүгүн да айтты ошол эжебиз, ошол бул кызыбыз Супатай сындууга келин болуп отурат. Ошолдо татыктуу үйлө болсун, татыктуу келин болсун деп айтканы мен аябай кубандырды. Эми 2 балага айтып коерум, мен эми акыл насаатка айтып коеюн, ошону эске ала жүрүп, ушу силер дагы аябай ушул чоң атаңардын, чоң энеңердин жугуп, силер дагы абдан ошо атагы чыккан үй-бүлөлөрдөн болушуңарды каалайм. Эми сөзүмдү бир аз кыскартайын. Эми той деген той,
тойға келгенден кейін ошол алдыңыздарга тартылған дастархандан ооз тиіп тартынбай үйдөгүдөй болуп кээ бирдин өнөрүңөр болсо тансабайт этип ырдап жакшылап көңүл ачып отурсаңыздар биз ошого абдан ыраазы болобуз. Сиздердин ак батаңызды тилеп бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюн ачык деп жарыялап коюуга уруксат этесиздер. Бар болыңыздар. Терең ыраазычылык билдирейин агаларым. 2 жаштуу куттуктабынан орун ала берсеңиздер болот. Айтылган деп кабыл болсо. Кадырлы замандаштар, сиздердин алдыңыздарга чакырайын Жалал Абад шаарындагы суйкайган сулуу кыздарыбыздан куралган бүгүнкү 2 жаштуу коштоп келип берген Айби бийчилер тобун берди өркүрөгөн кол чабуңуздар менен тосуп алалы. Kettin görkü kurmeden geldin görkü kurmeden Bisigan soylun dönüma geldin olsun kurmeden Yegilerin kızıldır açılganday gelmen Bir Ramazan bir akat açılganday gelmen Anne çacıdan yalan dileğinden gelmen Senin ışkın bağına dileğinden gelmen Aibi biyçiler tobu. Kadırlı zamandaşlar, bugün sizler üçün aq dasturxonun jaynatıp, ıssık çayın qaynatıp, sүйүктүү ulu Ali Sultan Mırzаны үйлөндүрүp, төгөрөктүн 4 бурчуна сүйүн чайттырып, агын чачып, көгүн чачып, ак дастархонун жайып жаткан той ээлери Ali Sultan Mırzанын атын эсеп Кубан агабызды, Нургүл эжекебизди жана ошондой эле ардактап кызды баккан, алтындан сөйкө тапкан, көйкөлтүп кызды баккан, күмүштөн сөйкө тапкан, бүгүн мына мынтип кубанычы коюнуна батпай күйөө бала күтүп жаткан Бекмамат куданы, Клара кудагыйды 2 жаштын атын эсин ортого чакырайын, келиңиздер.
Сыйга сый деген барго sıramalda, Құдай да берет екен сұрағанға. Ышқырып бер жан дерменің қол чабайлап, Құдайдың өзі қошқан құдаларға. Аны біз алғаш Қуанаға Нұргүлеже келін құт болсақ. Ал эми Бекмамат ага кылары жеге сіздерге күйөө бола құт болса, қадір қонақтар алғашқы сөзді бүгінгі күннен себепкері болған Али Султан мырзаны тапқан. Қадірлі қонақтар, бүгін екі жаштың үйлен үлпет тойын өткөріп беріп жатқан. Алысына қат жөнөтіп, жақынына ат жөнөтіп, бүгін қуанычы қойынына батпай жатқан той иесі Қуан ағам сөз баштайды. Құрметті меймандар, құрметті құдалар, барыңыздар, бүгінгі біздің ұлыбыз Али Султан менен келініміз Гүлизаның үйлену үлпет тойына қош келіпсіздер. Бізді қуаттап, қолдап, шынша бізді сыйлап, ұлыбыз мен келінімізді сыйлап келіп отырған жалпы меймандарға үйбіліміздің атынан разышылық білдіріп тәзім етеміз. Мына бүгін біз көптен бері күтіп жүрдік еле шыл тойды. Бүгін насып қылып, шыл күнге түш болып, бүгін үйлі отырамыз. Балдарымыз бақытты болсын, келешегі кең болсын, іштерінде игілік болсын, ынтымақ болу еле бізде ел ұлы болып, Али Султан саған Құдай бере берсін, талық пайымге қылып, келініміз менен бақыттылы болушын қалайдық. Бұндайлы құдалар, нашыл біздің құдауыз Бекмамат, құдауыз Клара, сіздерге разышылық білдіреміз. Ол Татмағай біздің Гүлизадай қызды өстіріп, бүгін бізге келін қылып беріп отырасыздар. Разымыз, құлдығыз бар. Шол сіздердің үйлеріңіздерде тойлар болсын, дайыма сіздердің жақшылығын ардығы, жағанлы шол Бекмамат құданың үйінде тойлар болған ұшырда ошол сүйініп тойларын араған арады. Балдарымыз Құда қаласа енді үзіліп, неберелі болып, бешік тойларды өткөрелі, ошол күндерді Құдай насip қылсын, бақыттылы болған балдарым өміріңізді берсін. Айтқанымыз келсе. Қадірлі қонақтар, бүгін мына қадір артық құдағыйда құдабыз. Бүгін Бекмамат құда, Қуан ағаменен біргелікті құлды құрып алдыңызда тұрабыз. Титиресе-титиресен тізелер анткені бүгін қойын толы қуаныч. Екі жашқа батаңызды беріңіз, андан башқа болуы бізде сұраныч. Қымбатты Тойола, қызым Гүлиза, мен сіздерге қаларым бақытлы болуына, қармашқан болуңар тақырға тіремасын. Құдайым өміріңе сүйінсін. Бүгін қандай сүйініп атқан болсоңар, ұшыл өмір бойы сүйінісілерді қоштап жүрсін. Анам алыс жақындан келген қонақтар біздің балдардың тойына қош келіпсіздер демекші, мен иіліп тазым қылған бардыңыздарға, біздің қуанышымызды тең бөлісіп жатқандарыңыздарға қош келіпсіздер. Бар болыңыз, айтқаныңыз келсе. Қадірлі қонақтар, кейінгі сөзді өзгөчө қылып берейлі. Бүгін Нұргүлежем келін алып тұрады. Нұргүлеже, үйдегі қаншаншы келін? Екінші келін. Екінші келін. Екінші келін болса, емен Нұргүлеже бүгінден баштап бөк сүрбей қайрат толосыз. Бүгін тамаданын айтқанына көнесіз. Ертеңнен баштап жаш келінді ертеменен ерте ойғытпайлы қоясыз. Анша-мұнша жұмыштарды, идиш аяқты өзіңізділі чайқап қоясыз. Кейбір майда чөйді жұмыштарды өзіңізділі жайғарып қоясыз. Ошолды сізді көріп, жаш келінден авгонға алдыға озып шыққанын көріп, бүгінгі тойды істеп бір жылмай қойосыз. Анан ұлыңыз үй бүлені башқарған күшті болсын, ал емес сізге екінші қайненелік қызмат орын құтты болсын. Бердір көрген бол чабабыздар менен келін құтты болсын. Урматтуу алыс жакындан келген коноктору, куш келипсиздер ушу биздин балдарыбыздын ак тоюна. Ушул күзгө барбай ашыгып, шашылып алып атабыз ушул келинде анча-мынча иштерге карабай, бир анча-мынча чөп калды, анча-мынча сүт калды деп келгениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ийилип таазим этебиз. Ушу балдарыбыз бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, ырыс кешиктүү болсун, дөөлөттүү болсун.
Köptün katarında uşularım var olsun, bay olsun, elin balası gelin olsun. Ananeme aşık olgan gelinim akıldı olsun, süydü olgan gelinim süykümlü olsun. Almalı uşağım bolsa eken, şağına almat olsa eken, aşığıp süydü olgan gelinim meni apala öyle tursa eken. Бар болыңыз, айтқаныңыз эле келсин. Кадырлуу коноктору, аяздуу күнү айланган, тумандуу күнү толгонгон, түн уйкусун 4 бөлүп 5-ке салып терметип алды ырың болдонгон. Ак сүтүн берип эмгизген, бүгүнкү күндө себепкер болгон Гулизаны жарык дүйнөгө келгизген апасы. Клара жекеме, сиздерди бир 7 секунд алып кол чабыңыздар менен. Kızım Guliza, bu yolla Mali Sultan. Şu karmaşkan oluma eçkaçan acımasın. Ardayım baktıl oğula. Bar bolgula, bay bolgula, ateneni suylagan, ıymandu, gelin bol kızım. Gülgülü, silerdi görüp sıymıktargan ügülü dep sıymıktanıp yürüsün. Ardayım jakşı gündördü, ak toydu, jakşı ıymandu olup jür kızım. Кол чабуу кайда? 2 жаш Али Султан Гулиза, рестораныбыздын ортосуна келе бересиздер. Алимат энелер, сиздерди сыйлап келип турган коноктордун астында кудагылар бирип, кучакташып көрүшүп, кудагыйлар бир кучакташып өбүшүп коёлу тойлор көп болсо. Келиңиздер 2 жаш. Алгач ушундай токтой берели, алгач Нургүл эже келсеңиз, келинге салчу жолукталып алдыга өзүңүз келип коесуз. Кадырлуу коноктор, бир аз убакытка ортого көңүл бөлүп коесуздар. Ушундай токтойлу алдыңыздарга алгачкы кадырлуу коноктор сый тамактарыбызга тартылууда тамагыңызга таттуу болсун. Эже мындай деген сөз бар Нургүл эже. Келин алса кайнененин колу узарат дейт. Ушул сөз чынбы? Үйдө келин бар экен го. Ооба. Чынды, бир кол чыга коюңуздар. Дагы узарат эженин колунучу. Ана мындай деген сөз бар. Малдын корккону кене, келиндин корккону кайнене дейт. Эми эртеңден баштап келинге эне эмес апа болуң. Келин кайнененин камырынан деген сөз бар. Сизди тарткан келин болсоң, келин алып колуңуз дагы узарып турат, келиниңиздин өмүрү узун болсун. Айтылган тилектер кабыл болсун. Келиндин жүзүн ачып, ак жолукту башына салып, маңдайына сүйүп, таңдайына түкүрүп коём. Өзүнүн балконун кийгизип коелу. Эми эже келиң, Нургүл эже бул жерге келиңиз. Али Султан бир аз убакытка жубайың ошол жерге калтырып менин жаныма келип койсоң, апаңыздын жанына келип коесуз. Кадырлуу коноктор, мындай Али Султан менин жакка келип бул жака. Туугандар, мындай деген сөз бар эми. Кыргызстанда жалпы эле кайсы мамлекетте болбосун, жаш уландар армияга барган болсо, конституциянын алдында ата мекенди коргойбуз деп ант берет экен. Бүгін 2 жаш bir-birine өмірлік жуай қатары сіздер келіп тұрған қонақтар күбө болыңыздар, bir-birine өмірлік сөздерін беріп қойышсын, сіздер бір дүркіреті қол чаға қойыңыздар. Ана емесе, Али Султан, мен айтқан сөздерді қайталай берсеңіз болды. Мен Али Султан Кубанович. Мен Али Султан Спатаев Али Султан Кубанович. Бүгінден баштап башқа қыздарды қарап оғы. Қарасам дағы телефон номерін алып оғы. Қоштап тұрсаңыздар бола берет, оғандар.
Telefon numerini alsam dağı çal boğu. Telefon numerini alsam dele çalbayım. Çalboğu. Çalsam dağı alarga joluk boğu. Çalsam dele jolukbayım. Joluksam dağı Guliza sağa ayt boğu. Joluksam da Guliza sağa aytpayım. Бұл туғандар болғаны тамаша. Ali Sultan андай қылбай, сіздер ойлауыңыздар. Ali Sultan тарбия көрген жігіт. Мен ең негізгісі сені өмір бойы сыйлауға. Ақыл өзі айтады. Ali Sultan өзі айтсын, туғандар бір қол шағып қойыңыздаршы. Өзгеше бір дүркіреген қол шағыңыздар. Ali Sultan өзі айтады қалғандар. Мен бүгінден баштап юбилейный очоғын тұтантып алып кеткенге Гулизаны көзімнің қарагіндей сақтауға, юбилейде жақсы тұруқтуу басшы болғанға ант беремін. Ой бар болыңыз. Туғандар, келін дағы бүгінгі күндегі өзінің сөзін, өзінің міндетін атқарып қойсын. Қадірлі қонақтар, келін бүгін өзінің өмірлік жұбайын емес қайненеге сөз берсе. Кеттік анда. Мен Гулиза Бекмаматовна. Мен Гулиза Бекмаматовна. Барған жерде ата-енемді сыйлаймын. Барған жерде ата-енемді сыйлаймын. Алардың айтқан тілін тыңдаймын. Алардың айтқан тілін тыңдаймын. Ақша деп оғызым ашпаймын. Ақша деп оғызым ашпаймын. Күйеуімменен ұрыссам төркініме қашпаймын. Ұрыспаймын. Ең негізгісі мен сіздерді өзімдің ата-енемдей сыйлауға, келген қонақтардың алдында сөз беремін. Қол шабыңыздар байда. Бар болыңыздар. Ali Sultan келіп өз. Қармаштан болыңыздар. Өзімдейлі. Құда той есі қуаныға. Құдағыйыз келіңіздер. 2 жашлы құттықтайлы. Қолдардан мысалы жүздерінен сүйеді. Ата-енелер ушул жерден кетпеңиздер, ата-енелер. Ул үйлөп кыз чыгарса ошолордун тоюнда бийлейбиз деп ниет кылганбыз. Ошол ниет бүгүн аткарылып турган учур сиздердин алдыңыздарга заманыбыздын мыктырчысы Чынара Дооронованы чакырайын. Алгачкы бийге кудалар бийине барабыз. Чынара Дооронова косоралар. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор. Ali Sultan балам бүгүнкү ошол үйлөнүү өтүн кут болсун. Ali Sultan менин шакирттеримдин бири. Мынакей бүгүн үйлөнүп, жакшынакай келинчек алып, үй бүлөсүн кубандырып отурат. Чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ал эми 2 жашты тапкан ата-энелер, сиздерге терең урмат, таазим бар болуңуздар. Угуздарыңыздардын жакшылыгын гана көрүңүздөр. Анда эмесе кезектеги музыкалык чыгарма 2 жаштын бүгүнкү үйлөнүү той үчүн жана кудалар сиздер үчүн. Бүгүнкү той шаңдуу болсун деп шаңдуу жакшынакай чыгарма менен бийге чакырайын. Кудалар, кудагөйлөр келиңиздер. Анда эмесе баарыбыз кудагөйлөрдү колдоп, коштоп куттап турабыз. Ardın
бактылуу болсун. Шынара Доронова. Кадырлуу конуктар, ыраазычылык билдиребиз. Кыстырганга жетишпей калгандар болсо кийинки кырларда деле кыстыра берсеңиздер боло берет. Орун алыңыздар. Бар болуңуздар. Куда кудагыйлар ыраазычылык орун алсаңыздар, дасторкон четине барабыз. Дүркүрөгөн кол чабууңуздар менен өзгөчө дагы бир инсаныбызды чакыралы. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты, түрк дүйнөсүндөгү төкмө акындар фестивалынын алтын медалынын ээси, Кыргыз тарыхындагы биринчи алтын комуз баш байгесинин ээси, белгилүү төкмө акын устатыбыз Рахматулла Козыкеевди сиздердин дүркүрөгөн кол чабууңуздар менен ортого чакырып алалы. Той дегенде куш канатын кагып деп Али Султан балабыздын тоюна атпа журттун баардык булуң бурчунан келип отурат. Бу Али Султан деген балабыз Алман Чоктой кезинен эле атпа журтка таанылып, устаттары Рахман Тынар Борончуну ээлчип, бизге окшогон устаттарынан келишип, ушул элге журтка тез арада таанылган мыкты өнөр адамдарынын бири, өнөр жигиттеринин бири. Мен сөзімді ырдайым деп шыққандан кейін ыры мен улантайын, ырысту елдің барысын мен төкмөлік менен кубантайын. Анда жакшылап кулак салыңыздар, ортодо жүргөн тиколорду алыңыздар. Тиколор дегени майда балдарды колго кармап алгыла. Баскан кишиге да тоскоолчулук кылат. Сүйлөп аткан кишиге да тоскоолчулук кылбасын орун алып тургула. Калгандырын мен улантайын. Али Султан Гүлиза, тоюңар кут болсун садаган. Мен сен тойыңды да бағанда қашан ырдайын. Сен бір елпек баласың, қайсыл өнердің ұстатың айтса, ошоның тілін алып, дайыма елпек жүрген баласың. Сені бардығыз сүйеміз, бардығыз жақсы көреміз. Бүгін тойың атайын қандай болса да уақыт тап, ушул жерге келіп отырабыз. Мен емес бір топ таланттар бар. Чымында майғаған өтте бүгін таланттардың бары сенің қызматыңда. Мен баш болып, кеттік анда. Баштардан ырдың авалы, ақ тойғы келген ағайын туған ел жұртым амандашып той алады. Айтыла кетсін сілерге Али Султандың ағасы мен Рахматулла ақындан ырыстың елге саламы. Ақ тойына барсақ екен деп Али Султан баланын атпа жұрттан қаншанын таштанып келді қадамы. Ардайым керек адамға боласың жандың амана. Ақ тойым балам құт болсын, құрсалып келген ел жұртым бір алақан қолды шабады. Ақын деген ошондой, айтқанда татты ой бар, арғандай сұрау берілсе бере тұрған жол бар. Қол сатқызем шабылбай тұрғандар зән тоқшойт қолыңар. Али Султан шайыр баламдың тойында шаңдырақ болыңар. Гүлизаңа көңнің құтты болсын, бүгінгі башқа вақыт тойыңар. Қанағым ақты қара бартықтар бір қиқырып қол шап қойыңар. Қағылам қалқын жалпы жұрт ошондай шаңдырақ болыңар. Орындасын бүгін бір ойлығын мақсат ойыңар. Болып жатқан кезеге қарамарт менен ақ тоқтың атпа жұртта тойыңар. Жарала берсін қалқында жақшылықындай сонындар аңдаңардан ары ұлайын, ырдабай қантып тұрайын, айламайын Али Султаным. Ақ тойыңда бүгін бір ақтанға тілді сайратып, аянбай қызмат қылайын. Бала күнде жүршелем, қағылам баламды үйленсің, үлбет болу үлбетің болып беремін деп. Ақ тойыңа келем деп, ардайым уадамды бершелем. Ошондуктан мен бүгін қубанып келіп тұрамын. Шыңап қойғын темірдей, денеме батпай қубанып мен шыңалып келіп тұрамын. Ақ тойыңда бүгін бір ақ қомызым қолымда, айта тұрған сөздерім көкіректен ойымда. Ушындай тойға келгенде ақын аңырдап қою сонында. Анкеліп олтырасың жан балем, мына үйленіп жатқан шағында. Ырдабасам болуы, ырыстың елдің алдында. Gelip жатқан енелер бірге жүрген қарашын, іштешіп жүрген аға енелер. Бірі-бірі бізді дайыма сіздешіп жүрген енелер. Айланайын енемде,
жарқыратып дишиңди көрсөтүп келдим жүзүңдө. Elin ayınlarım ulasam ona altında olgun Ali Sultanım. Bugün üylenip жатқан uağın kanatımdı sen güylep Alatoğ Kırgız halkına güylep жатқан uağın. Elin andaları karatın altınday bağlı sözlerden arbıtayın ulayın. Ata dedin gecağından geçenen ayıtı ordap turayın. Buna kuan bidegen atаңды Ақтоққа бейдешет, өзеле жалғыз бейелеш, үш атасы бейеткін, Алатоң елге белгілер, азаматың оған бей, құтты болсын тойыңыз, үргейлігінен бүгін бір, ел жатқан қараша, алда сұрқан жайылқан, алтынданып барту тойыңыз, аман есен болыңыз, сермегенде жететкі бүгін айға күнге қолыңыз, алтындай болған мұнаке құван бейден, тойыңда құван ұрдар шағымыз, өстірген систем балаңыз, қырғыз елдің ішінде, қымбат bağlı dağınız, antip айтқан себебім, Ақтоқты төреліп, алтындай болған Али Сұлтаным, өзі бая қатырсам қарашың өңле жөне көй простой, көрінішің қарашың Ақтоқты төрелген бір қыз япон қоростой. Азаматым болың Али Сұлтаным, ден солығың шың болып, есен аман жүре бер, таптап сенің өстірген, Рахман Разақын ұстатың, андандан алдың нұсқасын, андан кейін білемін бұрыншы деген ұстатың, бордың ескен қудысың есен жерде қараша, елдің барын сыйладың, бүлдіріп далай жырғадың, тынар болдың ұстатың, тынардың жүріп жанында, тама сөздің барысын қақтабалған көкірөкі, алтындай болған қамылға, ошол тынар менен қараша, бұрыншы менен ал жақта, Рахмандың жанында, рас таланттардың үйлендің да таланттардың үйлендің, қанатын қағып бөйлендің, есендерге сөйледің, есендерде қараша, есендерде мұнағы бүлдіріп келген баласың, аңданда башқа талант бар, талантыңды мен айтсам тамада болып тақылдап, сөйлейсің кейде шақылдап, кейден ырдаптан есің, эстрада жағында, есендердің қарсылдап, ошондай болып жүрген жігітсің, жылдыз жолбондай болып жарқылдап, айланайын жанының ем ұлантайын ар жағын, қалпайын сөздің қаймағын, сенде қарма жүрген жігітсің өнер жатқан шынында, қолыңда қырмызы қызыл байрағын, емі қыза үйленіп жатқан шағында, қайнатардың айтпайған деп қалайынға ақшалып оны масалайын, андамесімен бүгін Бекмамат дедің атыңда, белгілі қырғыз елгінде, уғызайын даңқыңда, Бекмамат тау туған білемін, Қарабалта жерінде ішкерге қылып талбаның, емгегіңдің барысын ел жүртіңін арнадың, ошондай болғын байқысам қайната болғын шағыңыз, ашысын талай бағыңыз, бүгін Клара менен бір келіп, айтып сөздің барысы, таңдайда тұрат ірі келіп, қайда жүрсің мұнаке, Бекмамат туған мұнаке, белгілеп айтқан... Разышылық білдірелі дағы сіздердің алдыңыздарға ортаға шақыралы. Қырғыз жергесінде белгілі инсандарымыз бүгінгі тойды қызмат қылмақшы, бүгінгі тойды өз өнерлерін тартуламақшы. Алардың бірі, бүгінгі күннен себепкер болған Али Сұлтан мырзаның өкіл атасы, 2 жаш үшін бүгін өкілшілікке шайланған өкіл ата болып байланған өкіл ата Борончу Құдайбергеновті жана ошондой эле жубайы Ырыс жеңекебизди. Жана алар менен катарлаш чогуу сахналаш бир сахнада роль жаратып жүргөн. Кадырлуу коноктору, белгилүү коодол менин сүйүктүү агаларымдын бири Тынар Курбаналиевди. Жана ошондой эле 2 жашты официалдуу түрдө заңсыз тапшыруу үчүн Кызкөл айыл өкмөтүнүн башчысы Кошбаков Автандил Турдумаматовичти ортого чакырайын, келиңиздер. Келиңиз, Автандилга. Мындай отурбуз. Экинчи салга чыгып коебуз. Кадырлуу коноктору, өкүл ата бүгүн путу ооругандыгына карабастан өкүл уулунун тоюнда. Өкүл ата кол чабыңыздар менен. Өкүл ата кош келипсиздер. Той кут болсун. Өкүл уул, өкүл кыз кут болсун. Борончого сөз баштасын, андан кийин официалдуу түрдө закыстаттайбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Актойдун күбөлөрү. Ассаламу алейкум, урматтуу Кудасөк, кулдугубуз бар. Алла буйругу экен, мына Алланын буйругу менен нике буйруп 2 жаш бүгүн кол кармашып турмушка бисмилла деп кадам таштап атат. Экөөнө Кудай таала өмүр ден соолук берсин, ыйман берсин, ата-энелерин кубандырган ынтымактуу үй бүлөдөн болсун. Эми мына буйрук экен деп атабыз. Келинчегим экөөбүз мына балдар менен чогуу ушул Али Султандын бүгүнкү тоюнда өкүл ата болуп шайланып атабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мына ушундай бактылуу жаштарга биз дагы ата-эне болуп
даяр уулду кызды болуп кубанып отурабыз. Биздин көп өкүл кыздарыбыз бар. Мына ошонун арасынан эң элпек мына жантан бери айтышып атат. Мындай бир жүрөгү таза мындай бир жигит да ошол жигитти мына бүгүн биз менен өзүбүз менен дагы кесиптешибиз. Өкүл апа болуп шайланып мына алдыңыздарга келип отурабыз. Кичине бир аз аксап чыгып калдым, мен кечирип коесуздар. Бияка келатып кокустук кылып тупту мынау сындырып алдым эле да. Ана Султанова уулубуз үйлөнүп аткандан кийин кыргызда сөз бар го. Жаш баланын көңүлү калганча карган уйдун буту сынсын дейт. Ушул экөө үйлөнүп атканда коем бут сынса дагы деп мына алдыңыздарга келип, анан бир жагымда туфилим бар, бир жагымда туфилим жок болсо таң калбаңыздар. Себеби азыр Гүлиза кызыбыздын үйүнө барганбыз, ошол жерден туфилимди катып коюшкан экен, бирөөсүн сатып алып, бирөөсүн акчам жок ошо. Бир жагы неме болуп жүрөбүз. Тамаша эми. Балдар бактылуу болсун эң негизгиси. Анан өкүл ата менен өкүл апанын өзүнүн дагы милдети бар эмеспи? Колдоруна ушул алтын шакектерди тартуулап коелу. Шакекче бул чексиздикти билдирет дейт, түбөлүктүүлүктү. Себеби ал айланып турат. Жашоо өзү айлануудан турат. Ошон үчүн ушул балдарга биз өзүбүздүн келинчегибиз экөөбүз азыр ЗАГСда кошо келген экен. Бизди бекер бияка чогуу неме кылган жок. Бул кишиге азыр сөздү узатабыз. Андан кийин анан ушуну тапшырып койгондон дагы каалап элек айта тургандарыбыз дагы улантабыз, кичине уруксаат бересиздер эми бизге. Сизге микрофон берип коеюн. Сабастарга бүгүнкү ак тойдун катышуулары, мына бүгүн кыз көрөлүк өтүндө чоң кубанч болуп жатат. Кубан мейден келин кулдук болсун. Мына эки айылдын өзүбүздүн айылдардан куда болуп атасыздар. Куда миң жылдык болсун. Ар дайым ата энесин сыйлаган жаштардан болсун. Мурундагы тууган болсоңор эми куда сөйүк жаңыртып, кыргызда жак сөз бар эмеспи? Эки жаман жайлоосузда кубалашып жүрөт, эки жакшы жайлоосузда кудалашып жүрөт деп кудалашып отурасыңар. Ар дайым бири-бирине сыйырмат болсун. Биз кыз көрөлүк өтүнүн эки жашына тапшыра турган белебиз бар эле. Азыр Боргон чакам менен дагы сүйүнүп отурам ушу. Боргон чакам менен бирге отуруп, ЗАГС тапшыруу үчүн мен дагы өтө сыймык. Анда ушуга уруксат бериңиздер тапшырып коюуга. Бияка эме алабызбы эми? Же өкүл апасы бар неме кылабы? Же жаштар бияка чыгаралы? Эки жаш бактылуу болсун, ар дайым ушу жакшылык ишинде эле жүрө бергиле. Азыр биринчи менен алып коеюн аны. Кел, кармасак. Кел ага. Бүгүнкү тамададагы жигиттерден чечен жигит экен мына. Бүгүнкү күндөн баштап бұл шакекчен бири-бириңерге такканым, бүгүнкү күндөн баштап бириң жолдошум бар десе, бириң келинчегим бар деп, бири-бириңерди мына ушу бактап, бири-бириңерге турмушуңарды байлаган күн экен. Азыр сен өзүңөрмү?